Сәлем достар, бүгін стакандағы трайфл жасайтын боламыз. Осы рецептпен жасап көрсеңіздер, 10 стакандағы трайфл шығатын болады. Дәмі өте нәзік және жегенге өте ыңғайлы. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен какао, ұн және разрыхлитель үшеуін електен, яғни ситадан өткізіп аламыз да үшеуін араластырамыз. Одан кейін құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқа, қантымыз екеуін миксермен көтеріп аламыз. 4 минуттай көтеріп алғаннан кейін үстіне сұйық май құямыз. Тағы да араластырамыз. Жұмыртқалы массамызға ұнды массамызды саламыз. Рецепттің барлығы видеоның астында жазылып тұр. Араластырған кезде шашырап кетпес үшін алдымен қасықпен араластырып аламыз. Одан соң қайнап тұрған суды құямыз. Миксермен біріккенше араластырып аламыз. Пергамент төселген қалыпқа барлығын бірден құйып тастадым. Қаласаңыз екіге бөлсеңіз де болады. 8-9 минуттан піседі. Болмаса 20 минут пісіріп аламыз. Нанымыз піскенге дейін ішінде крем жасап аламыз. Творожный сыр және де сахарный пудра екеуін араластырып аламыз 30 минут. Одан кейін сливкиді құйып, мен 2 минут араластырдым. Сонда көбірек араластырған сайын қою бола түседі. Оның үстіне сливкидің дәмі көбірек шығып тұратын болады. Мінекей кексіміз, яғни нанымыз пісті. Осыны майдалап аламыз. Порционды трайфлдар үшін осындай стакандар пайдаландым. Бұндай стакандар кондитерлік дүкендерде сатылады. Болмаса үйіңіздегі кеселерге жасай берсеңіздер болады. Ең алдымен крем, одан кейін нанымызды салып отырамыз. Арасына құлпынай, банан салып жасасаңыздар болады. Ең үстіне ганажды жағатын боламыз. Ол үшін шоколад пен сары майды су моншасына ертіп аламыз. Болмаса микроволновкаға ертіп алсаңыздар болады. Шоколадты стаканчиктердің үстіне қасық арқылы жайып шығамыз. Дайын болған трайфлдарды банан, құлпынай, болмаса миндаль жаңғақтарымен әсемдеңіздер. Өте әдемі көрінеді. Одан кейін тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қойыңыз. Сіңіп тұрады. Осындай трайфлдар өте жеңіл әрі дәмді, нәзік болады. Егер видео сізге ұнаса, лайк басып маған тіркелуді ұмытпаңыздар.